адамзаттың 80% басқа адамдарды өсектеумен айналысады. Бұлардың әдеті, бұлардың сондай қалыптасып қалған мінезі, мүмкін тәрбиесі ме, білмедім. Енді сол үшін сенің айналандағы 10 адамның 8-і сені өсектейді, сен туралы әңгіме құрады, я? Сол үшін бұған ренжудің қажеті жоқ. Бұны табиғи құбылыс деп бағалау керек. Яғни бізді солай сынақтан Алла тағала өткізеді. Сол үшін көп адамдар сен өсектегенге соған ренжіме. Неге? Өйткені сен ренжу арқылы, соны ойлау арқылы, солай жүйкенді тоздыру арқылы ішіндегі энергетиканды құртасың. Ішіндегі сенің тасып тұрған күшінді құртасың. Соны ойлаумен өткізесің. Я, неге мен сөйтіп ойлады, неге мен туралы былай деп айтты. Сол үшін енді өтіп кет. Сен өсектеді ма, хейт етті ма, өтіп кет, болды. Энергиян сонда ішінде қалады, я? Енді ол 8 адам, 10 адамның 8-і сені өсектеді ма, бір айдан кейін олар сені не туралы өсектеген туралы ұмытып кетеді, болды. 2 адам болса, олар өтіп кетеді. Өйткені олар өздерінің өмірімен өмір сүреді. Оларға сені өсектеудің қажеті жоқ, және де маңызы жоқ. Сол үшін бұндай хейттарға, бұндай өсектеуге көп алданба, көп энергиянды құртпа. Бай адам мен кедей адамның ерекшелігі неде? Бай адам мынандай өсектеу, мынандай басқа адамдардың айтқан пікіріне сүйенбейді. Ол өзінің мақсатына қойды ма, сол мақсатына қарай, алға қарай жылжи береді. Және де сол өсектеу, сондай әңгімелерге көп мән бермейді, оған тоқтап жатпайды, әрқайсымен ырылдасып жатпайды. Өзінің мақсатына алға қарай жылжиды. Сол үшін ол бай, оның ішкі жан дүниесі бай, және де оның дүниесі де бай болады, түптің түбінде. Ал кедей адамдар болса, әрқайсына ренжіп, әрқайсымен ырылдасып, өкпелеп, неге бүйтті, неге сөйтті деп жүріп, ол өзінің мақсатында жоғалтып алады, және де ішіндегі тасып тұрған энергиясын, күшін соған кетіріп, ақыры орта жолда қалып қояды, және де сондай кедей пікірімен, кедей дүниесімен жүреді, айналасы да сондай болады. Ол магнит сияқты сізге тартыла береді. Іске сәт, досым, осындай жақсы мотивациялық видеоларды тағы қарағыларыңыз келсе, маған лайк, коммент жазыңыздар, және де ең мықты шешім қабылдап, менің бизнес командама қосылыңыз. Бізде осындай тренингтер өтеді, оқулар